Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі видеода сіздермен өте жұмсақ үгітілмелі қамырдан қазіргі таңда хит болып жатқан өрілуі, формасы өте ерекше самсалардың рецептісімен бөлісемін. Алдымен салқын суық сары майға маргарин немесе ұн салып, осылайша майды үгітіп аламыз қолымызбен. Осылай үгітіп алғаннан кейін оған жұмыртқаның 2 сары уысы және 1 бүтіндей жұмыртқа саламыз. Және қаймақ саламыз. Қаймақ дүкеннен алынған болса да болады, менде үйдің қаймағы. Бір пакет қопсытқыш саламыз, 10 грамм. Және 1 ас қасық тұз саламыз. 1 килограмм ұннан жасалғаннан кейін 1 ас қасық тұз саламыз, көп болмайды. Және қамыр илейміз. Қамырымыз қолға жабысқақ болады, бірақ өте жұмсақ және ұзақ илемейміз бұл қамырды. Ұзақ илеген сайын май еріп, ұнды көп алады өзіне. Сол кезде қамырымыз қатты болып, самсамыз дұрыс шықпауы мүмкін. Бұл аралықта самсаның салмасын дайындаймыз. Тартылған ет және өте ұсақтап тұрылған пияз, қара бұрыш, тұз салып барлығын араластырып аламыз. Енді мінекей 25 минуттай уақытымыз өтті. Қамырды бөліп аламыз. Бұл кезде қамырымыз кішкене қатыңқырап, өте жұмыс жасауға оңай қамыр болып шығады. Әрқайсысын өзіңіздің қалаған формаңызға қарай келетіндей етіп домалақтап аламыз. Менде орташа формада домалақтап алдым. Егер таразбен өлшейтін болсаңыз, 50-60 грамм шамасында өлшеп саласыз әрқайсысын. Мінекей барлығын дайындап алдым. Бұл рецепт бойынша өте көп самса шығады. 3 лист шықты мендегі табамен, және өздеріңіз қалауыңызға қарай күшейтсеңіздер болады. 2 немесе 3-ке бөліп рецепті. Енді оны әрқайсысын ұн себе отырып жайып аламыз. Жайған кезде үстіне қатты баспаймыз және жұқа қылмаймыз. Кішкене қалыңдау болуы керек қамырымыз. Мінекей осындай қалыңдықта болады. Салмасын салып, видеодағындай немесе 3 бұрыш, 4 бұрыш қылып, немесе домалақ қылып форма жасауға болады. Самсалардың бетіне жағуға жұмыртқаның сары уысы және 2-3 ас қасық сүт араластырып, немесе 1 жұмыртқаның уысын жақсақ болады. Бетіне қалыңша күнжіт, мак немесе олар болмаса паприка сепсеңіздер болады. Енді осы самсаларымызды 250 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут аралығында пісірейік. Неге біздің самсаларымыз үгітілмелі, қаймақты
қамырдан жасағаннан кейін сары болып және ішіндегі салмасы сочный болып шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер, бұл барлығыңызға ұнайды. Менің каналыма жазылып ерекше тағамдардың түрлерін жасап көріңіздер. Сау болыңыз.